Қарахан мемлекетінің құрылуы. Жер аумағы Мәуереннахр жері. Бұл қазіргі Амудария мен Сырдария өзенінің аралығындағы жер ерте орта ғасырда Мәуереннахр деп аталды. Сонымен қатар Жетісу, Қашқар аумақтарын қамтыған. Негізгі ордасы Баласағұн қаласы Шу өзенінің бойында орналасты. Қарахан мемлекет екіге бөлінген кезде Шығыс хандықтың орталығы алғашқы астанасы Баласағұн, кейінгі астанасы Қашқар қаласы болды. Ал Батыс хандықтың орталығы алғашқы кезде Бұхара, кейінгі орталығы Самарқан қаласы болды. Енді біз Қарахан мемлекетінің жер аумағын карта бойынша қарап көрейік. Мына алдарыңызда карта бойынша қарап отырмыз. Жасыл бояумен берілген бұл Қарахан мемлекетінің жер аумағы. Мана біз айтқан болатынбыз, Батыс Қарахан, Шығыс Қарахан екіге бөлді деп. Мынау арнайы өзінің шекарасы Сырдария өзені арқылы екіге бөлінді. Мынау біздерде Амудария өзені, сонда мына біздер Мәуереннахр жері болады. Батыс Қарахан болды. Оның астынан алғашқы кезде Бұхара қаласы, кейін Самарқан қаласы болған болатын. Екінші Шығыс Қараханның астанасы алғашқы кезде Баласағұн болды, кейін Қашқар мемлекетіне ауысқан болатын. Бұл қазіргі Жетісу, Шығыс Түркістан аймақтары осы Шығыс Қарахан мемлекетінің аумағына қарайды екен. Екеуі алғашқы кезде қосылған кезде сонда Мәуереннахр, Шығыс Түркістан, Жетісу аймағында Қарахан мемлекеті орналасты деп айтуымызға болады. Қарахан мемлекетінің билеушілері. Ең алғашқы билеушісі Саттық Боғрахан. Қарахан мемлекетінің негізін қалады. Және алғаш ислам дінін қабылдаған Қарахан билеушісі деген сұрақ болатын болса, Саттық Боғраханды белгілеп жібереміз. Оның баласы Мұса хан 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялаған Қарахан билеушісі деген сұрақ болатын болса, Мұса ханды жібереміз. Қазіргі кезде сұрақ бізде 10 ғасырда исламды алғаш қабылдаған мемлекет деген сұрақ келіп жатыр. Жауабында Қарахан мемлекетін белгілеп жібереміз. Саяси әлеуметтік құрылымы. Ихта бұл өзіндік жауынгерлік қызметі үшін көзге түскен адал қызмет атқарғандарға берілген жер. Бұларды, яғни салық жинау арқылы өзінің ханына беріп отырды. Ал Ихтаның иесін біздер Ихтадар деп атаймыз. Одан кейін вақыф. Бұл мұсылман дін басыларының жері. Мүліктік жерлер. Бұл жекеменшік жерлер, мүліктік жерлер деп аталды. Жалпы Қарахан мемлекетінде жер қатынастары үш осы топтан тұрған болатын. Ихта, вақыф және мүлік деп атаймыз. Жалпы Қарахан мемлекетінде екі тайпалық бірлестік болды. Алғашқысы біздер Жікіл тайпасы, оның татемі Арыстан болды. Екіншісі Яғма тайпасы, оның татемі Бура болды. Мысалы, Бура болса Боғрахан, мысалы Саттық Боғрахан деген сияқты. Екіншісі Арыстан болса Арслан хан, Әли Арслан хан деген сияқты. Осы Қарахан мемлекетінің билеушілеріне қосылып беріліп отырды. Қарахан мемлекетінің екіге бөлінуі. 11 ғасырдың 30 жылдарында Қарахан мемлекеті екіге бөлінді. Батыс Қарахан. Бұның жер аумағы Мәуереннахр жер болып табылады. Амудария мен Сырдария өзенінің аралығындағы жер. Орталығы Бұхара қаласы, кейін Самарқан қаласына ауысты. 1210 жылы Наймандар, оның билеушісі күшлік, осы Батыс Қарахан мемлекетін талқандайды. Екінші мемлекеттің бірі Шығыс Қарахан мемлекеті. Орналасқан жері Жетісу мен Қашқар аймағын қамтыды. Орталықтары Баласағұн қаласы, кейін Қашқар қаласына ауысты. 1212 жылы Хорезмшах Мұхаммед осы Шығыс Қарахан мемлекетін талқандады. 1212 жылы Қарахан мемлекеті түпкілікті құлады. Қарахан мемлекетінің саяси тарихы. 999 жылы Қарахандар Орталық Азияда өте күшті мемлекеттің бірі Самани мемлекетін талқандайды. Ал 11 ғасырдың 30 жылдарында Қарахан мемлекеті батысқа және шығыс Қарахан болып екіге бөлінді. Ал 1210 жылы Наймандармен күресте шығыс Қарахан мемлекеті талқандалды. Ал 1212 жылы
хорезм шахы мұхаммед батыс Қарахан мемлекетін талқандайды. Қарахан мемлекетінің құлау себептері: бірінші, бұл қидандардың шапқыншылығы, бұл кейінгі Қарақтай мемлекетінің ертедегі атауы. Екінші, наймандардың шабуылы, бұл шығыс Қарахан мемлекетінің құлатты. Үшінші, хорезм мемлекетінің шабуылы батыс Қарахан мемлекетінің құлатты. Және төртінші, батыс Қарахан мен шығыс Қарахан арасындағы қырқыстар мемлекетті әлсіретті. Қорыта айтқанда, Қарахан мемлекеті Жетісу және Мәуереннахр жерінде дамыған орта ғасырдағы 3 ғасырға жуық өмір сүрген мемлекеттің бірі болды.